Компанияда жетістікке жетпегендер именно компанияға келіп жетістікке жетіп отыр, шет елге шығып жатыр, еженедельный табыстары бар, үйіне әйтеуір бір доход кіріп жатыр, бала шағасын үйлендіріп жатыр, қызық немере, қазір мысалы немерелер дүниеге келіп жатыр, қандай бақытты сәттер. Еще солардың бәрі без кредита, без проблем болып жатыр, понимаете? Наличка бәрі төленіп жатыр. А когда наличка бар төленеді, адам не рахаттанады. Любой суммаға қарамайды. Біз қазір менюді арабша оқымаймыз, правильно? Менюға конкретно самый қымбаттарды қараймыз. Дастарханда сөйтіп жайылып жатыр. Но алынып жатқан ресторан мысалы, можно было сэкономить, да, кафешкада отыра салуға. Нет, да, именно осындай күндер. Өйткені біздің путеводитель не істеді? Көрсетіп кетті. Біз соның артынан не істеп келе жатырмыз? Еріп келе жатырмыз. Көп айтатын. Ұстазым ғой мен. Ұрсады, көп енді екеуінің достары қалай еді дейші, достықпен бизнесті араластырмаймыз. Достықпен бизнесті араластырмаймыз. Бизнесті біз бизнес партнеріміз. А после достармен отырған кезде біз әшейін кәдімгі доспыз. А оған дейін бұлар ұрсады да, қатты да айтады. Не үшін? Потому что не істеу керек, бақытжан өсу керек. Но қазір вложение, жұмысқа, любой ситуацияда, Аллаға шүкір, мен ішінен осы кісіге дұға айтамын. Дұға айтамын, ғұмыры ұзақ болсын. Мен айтатын сол кезде, бұл креммен әлемді жаулаймыз деген әлі. Бүткіл әлемді жаулаймыз. Бүткіл әлем бұл кремге не болады? Спрос бешеный болады. Алдында да бір цитатаны тыңдап жүргем. Если продукт, біз сатқан продукт қайтадан сұранысқа келмесе, ол лучше продукциямен жұмыс жасамайды. А бізде қалай? Өздері сұрап келеді. Шикарный результаты. Сол результаттардың арқасында Аллаға шүкір қазір осындай команда пайда болды, осындай кісілер келді. Енді мен бір нәрсе айтып кетейін. У меня орлиное воспитание, а не куриное воспитание. Білесіздер, орлиное воспитание, куриное. Иногда Азат Мырзаның өзі де қызады. Мен постоянно сен шыға беремін, как не ретіне, сен неғып шықпайсың. Мен өсірдім, болды. Есть лидеры, которые маркетинг читают, есть лидеры, которые продукцияны жақсы, менен жақсы айтады. Все, пускай они сами работают. Зачем мен ол кісілерге барып, жағаласып жұмыс істеймін, правильно? Есть, они все личность. Азат ханымды қанша үйретті, Қарлығаш апа, міне түнгі сағат 4-те, 5-те қызықтырмайды. 3-ге дейін 4-ге маркетинг үйретеді. Звондай салады, болды. Алматыда сол бір сағат бізден артық екен білмеймін ғой. Бізде бір болып тұрған, бұл кісі 2. Сонда алып телефон маркетинг үйретеді. Ерінбейді. Звондайды, все, 24 сағат суткасына жетіп. Бір клиентім алып, жаңағы бүкіл үстінен етіп кеткен шыққан ғой псориаз. Басына дейін мына маңдайы, қолы бәрі ужас болып тұрған. Ужас болғанда мынандай елдердік сияқты дәу емес, сондық мынандай кішкентай думалақ сондай болды. Бетінде де, қолында да, мен енді көрген жерлерім. Теміреткі сияқты ма? Иә, теміреткі сияқты думалақ болып. Может, ол теміреткіш шығар, оған бірақ псориаз депті. Жоқ, басына бәріне шықса псориаз. Сосын алды, оларына неден статустан көріп, бірге жұмыс жасаймыз. Сол алды дағын, сосын кейін 3 күннің ішінде қайтадан келді. Уже бітіріп тастадың ба десем, иә дейді. Содан не... Әйел ме? Еркек. Еркек бір 32-33 жаста шығар, жас бала. Содан ана уже маңдайындағы қарадым да, ойбай, бітіріп тастадың ба, не істедің десем, маңдайында жоқ, ой, маңдайын тазарып қапты ғой дедім. Иә, біраз жерлерін тазалап қалды деп сөйтті. 3 күннің ішінде жаңағы бітіріп тастап келді. Одан кейін алып кетті. Содан 5 күннен кейін келді. 5 күннен кейін келді тағым, жаңағы тағы да не деп. Тәте тағы ертең біреуін ала келесіз ғой деп сөйтті, сосын жаздым. Әй балам, қалай жағып жатсың сен, шоқылдатып жағып жатсың ба дедім. Шоқылдатып жақпайды бұны, ақырындап сөйтіп жағады. Өткенде мен саған сөйтіп айтып едім ғой деп едім, айтты. Ой, тәте, менің бүкіл үстім ғой деді. Бүкіл үстім ғой. Мен сөйтіп сіз айтқандай ақырын жағып жатырмын деді. Тілінің астына да салу керек. Ішіп жатсың ба десем, ішуге жетпей жатыр деді. Қан тазалайды, ішу керек. Қазір ішіп жатыр уже. Одан кейін сол 5 күннен кейін алды да, 5 күннен кейін алған кезде мен айттым, ана кешегі босаған нене,
жейтініңді бөлек сап қой сосын кейін сөйтіп же енді мынаны деп сөйдедім соны жарайды деді Суды қазір көп бір ішуге. уақыт жеп жүр қазір одан кейін 10 күннен кейін келді одан кейін уже 4-еуін бітірді ғой 4-еуін бітірді Күшті результат да. қазір уже өзі нетіп мен еще сол 10 күннен кейін тағы келгенде сұрадым әй сен енді жазылсаңшы өзіңе кішкене арзанырақ болады ғой балам деп сөйтіп едім саламатсыз ба Рыскүл тәте? Енді мына өнім туралы өзіңіздің алған результаттарыңыздан қысқаша айта кетсеңіз. Мен результаттарым өте көп. Менің мысалы осы новый кремнің жаңағы қызым мысалы қалқанша безі ауырып, далаға жүгіріп, елегізіп не қылатын. Осы новый кремді пайдаланып, қазір қызым жақсы, сондай спокойно, бәрі жақсы болып жатыр. Және де немерем 5 жаста немерем бар еді, жиі ауыратын. Осы жиі ауырып, өфифен деген дәріні қайта-қайта беріп, қызым жаңағы не қылатын, мына новый кремді жаққала беріп, немерем бір ретте бір тал дәрі, бір ретте дәрі ішіп көрген жоқ. Міне Құдайға шүкір қазір шапқылап, шауып жүр. Өзімде результаттарым көп, мысалы бүйрегім ауырып, қиналып, осы новый кремді алып, жаңағы жағып, басында қатты ауырдым, қатты ауырсам да, қайта-қайта жаға бердім. Жаға беріп, сискетем бар еді. Ол да бәрі мінекей новый кремнің арқасында қазір жақсы болып, Құдайға тоба аман есен жүрмін. Новый кремге өте ризамын. Циститіңіз болды. Циститім де, мысалы, циститім де бар еді. 2 жыл бұрын қойып кеткен циститім, жаңағы японский нені ішіп, продукцияны ішіп, содан қозғалып, қол жетімсіз жаңағы алып ішкенге. Осы новый кремді алып жағып, жаңағы циститім де мінекей Құдайға тоба құтылдым. Мен ризамын. Көп рахмет. Я совсем недавно переболела, заболела очень сильно, был у меня сильный кашель. Врачи поставили мне такой, не очень хороший диагноз, как аллергическая астма. Астма – это кашель, знаете, и ночью спать не могу, днем спать не могу, днем ходить не могу, кашель мучил. После того, как я приняла 2 банки Саумала, это буквально 20 дней, 28 дней, у меня кашель стал очень редкий. После того, как я пропила еще 3-ю баночку, кашель у меня заметно ослаб, и в настоящее время я почти что кашлю, но очень-очень редко. Сейчас, спустя некоторое время, я сделала перерыв и опять взялась за курс. Вот, я думаю, что это у меня все-таки ослаб иммунитет, и Саумал мне дал определенную, то есть он как бы выровнял мне файл в моем организме и дал вот эту силу, то, что у меня организм смог перебороть этот кашель, и мне пришлось отказаться. Бастайық па? Бастаңыз. Ассаламу алейкум, ұзнағашы инвесторлар. Мен осы қандай шипа береді мынау суперкрем айтып берейін. Бірінші гаймарит. Ол аузымен дем алады. Мынау бәрі толады. Мына маңлайда да бар екен, қуыс. Бір досыма апардым, ол сенбеді. Көрсеттім қалай жасау керек. Кәдімгі жүгердей алдындағы мұрнына салдым. Сіркенің үшіне еліп алып, ана ухачиска ірі екен ол, ары. Сіркеге мақты оранындағы үшіне іліндірдім. Ары қарай өзім жасадым оған. Сонда айттым мына. Деші дедім. Дегенде ары қапады деді. Әу, молодец. Яғында да сөйттім дағы деп екеуін неге кіргізгенде соны мына жерде массаж жасау керек. Міне көздің астынан сонан кейін маңлайда жиналады. Міне маңлайды өзім массажизм ғой. Әбден қыздыртып оны сіңдірдім. Сол мына құлаққа да салу керек. Ол уха горлонос бәрі бір-бірімен байланыс. Құлағында да салдым. Мына құлаққа салғаннан мынаны басар былай. Міне насос қой ол. Ары кетеді. Мына насос міне. Бассаңыз өзі май ары жылжиды. Сол мына құлақтың астынан без бар дейді. Оны докторша лимфоузел дейді. Міне бәрі байланыс. Өшіртте жасау керек. Тамақтың астына шейін. Кәдімгідей әбден сіңдіру керек. Ол құр май жағып қойып отырмау керек. Сіңдіру керек. 10-15 минут міне. Қыздырды ғой. Сонда ол терінің арқасында, мына, не бар ғой бізде, теріде дем алады ғой.
бәрі сіңіп кетеді мына креміңіз. Мына маңлайды да сөйту керек. Сөйтіп сіңдіріп барып жауып. Иә, мен өзім жасадым оны. Кетпедім, қондым. Сол ертеңгісін сол результатын білейін дедім ғой, қалай болады. Бірдеңе толып тұр дейді. Жүр дедім, сіңді дедім. Тура анау толып кетті ғой. Не деген түсті. Тура ус түсті. Мұрнымен дем алғанда, ой, рахат екен ғой, мұрнымен дем алған дейді ғой. Сол ең бірінші айтқан әпкем болған, 3,5 жыл болды, аяғынан қиналып жүрген. Жылда жаңағы бір жерге Қырғызға барады, әйтеуір 2 неделя жатып, сол система аламын, әйтеуір. Бір жылда 2 рет сөйтіп алады, сол аяғына бола. Тырнағын алып тастайды, аяғында грибок. Сол грибок 3,5 жылда осы грибок кетті кремнен. Мен ана бардым да, сразу сосын көрсеттім да, мына кремді арнадым сіздерге дедім, кішкенеден алып жағыңыздар дедім. Сонда әпкемнің тырнағын көргенде мен өзім шошып кеттім. Үлкен бас бармағы фиолетовый болып бүйтіп ісіп кеткен, тырнағы деген сап-сары сондай. Мынау енді тырнағыңыз алғаннан кейін шыққаны ма десем, иә дейді, мен уже 3 рет алдым дейді. Жылда емделем, уже результат жоқ дейді да. Содан алып, енді ертесіне көріп жатырмын ғой, суретке түсіріп жіберді, ана фиолетовый деген ана ісік бәрі келіп бір жерден тесілген, ана жерден ақты дейді, бірдеңелер ақты дейді. Осы тырнағы қазір енді әпкелерім, сіңлілерім көріп жүр ғой, мә, ана тырнағы күшті болып қалған деп сөйтеді да. Сосын ол кісінің бетінде витилигасы болған. Витилигасы мойнында, мынандай не жерлерінде болған, соған ол кісі жақты, соған көмектесті. Күшті көмектесті. Қазір қандай болды витилигасы? Қазір витилигасы аз-маз ғана көрінеді. Әлі пайдаланып жатыр, осыны 2-ші кремін жағып жатырмын қазір. Басында сол немерелеріне берді, ауырып жатқан. Менің көзімше немересінің мұрны деген іші қып-қызыл болып кеткен. Ана прямо не сияқты. Сосын алдында жағып жібердім, жақсы өзім деп сөйтіп. Қайырлы кеш, құрметті партнерлар. Мен Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласынан боламын. Есімім Алтынай. Мен осы өзіміздің отандық крем, суперновый крем туралы өз отзывымды айтып өткім келеді. Мен өз отбасымда қолданамын. Үлкен қарияларымызға және немерелерімізге қолданамын. Немерелерімнің қызуы көтеріліп ауырса, осы кремді қолданамын. Өте керемет нәтиже береді, қызуын түсіреді. Және анамның белі аяғы ауырады, соған жаққан кезде бұл өте керемет нәтижесін беріп жатыр. Ерекше айтатыным, өзім соңғы кездері тістерім ауырып, қанап, жаңағы жара болып, яғни стоматит болатын. Соған мен жағып, 3 күннің ішінде нәтижесін көріп отырмын. Осыны шығарып жатырған мамандарға көптен көп алғыс, рахмет. Және бұл кремнің бір ерекшелігі, бұл жас айырмашылыққа қарамайды. Үлкен қарияларымыздан жас бүлдіршіндерімізге дейін пайдалануға арналып дайындалған жақпа май. Мен әрбір отбасына осындай крем керек деп ойлаймын. Алып пайдалануыңызға кеңес беремін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сол ең бірінші айтқан әпкем болған, 3,5 жыл болды, аяғынан қиналып жүрген. Жылда жаңағы бір жерге Қырғызға барады, әйтеуір 2 неделя жатып, сол система аламын, әйтеуір. Бір жылда 2 рет сөйтіп алады, сол аяғына бола. Тырнағын алып тастайды, аяғында грибок. Сол грибок 3,5 жылда осы грибок кетті кремнен. Мен ана бардым да, сразу сосын көрсеттім да, мына кремді арнадым сіздерге дедім, кішкенеден алып жағыңыздар дедім. Сонда әпкемнің тырнағын көргенде мен өзім шошып кеттім. Үлкен бас бармағы фиолетовый болып бүйтіп ісіп кеткен, тырнағы деген сап-сары сондай. Мынау енді тырнағыңыз алғаннан кейін шыққаны ма десем, иә дейді, мен уже 3 рет алдым дейді. Жылда емделем, уже результат жоқ дейді да. Содан алып, енді ертесіне көріп жатырмын ғой, суретке түсіріп жіберді, ана фиолетовый деген ана ісік бәрі келіп бір жерден тесілген, ана жерден ақты дейді, бірдеңелер ақты дейді. Осы тырнағы қазір енді әпкелерім, сіңлілерім көріп жүр ғой, мә, ана тырнағы күшті болып қалған деп сөйтеді да. Сосын ол кісінің бетінде витилигасы болған. Витилигасы мойнында, мынандай не жерлерінде болған, соған ол кісі жақты, соған көмектесті. Күшті көмектесті. Қазір қандай болды витилигасы? Қазір витилигасы аз-маз ғана көрінеді. Әлі пайдаланып жатыр, осыны 2-ші кремін жағып жатырмын қазір. Басында сол немерелеріне берді, ауырып жатқан. Менің көзімше немересінің мұрны деген іші қып-қызыл болып кеткен. Ана прямо не сияқты. Сосын алдында жағып жібердім, жақсы өзім деп сөйтіп. Құрметтеген ғой, сыйлаған. Сізге рахмет, президент болып келеді. Біздің әкеміз ғой. Рахмет. Балдар алып. Жезденің жақындығы әке де яқты. Қайратқа қол. Әкенің жақсы
Сендер естіп жатыр. Төкпелі мынау заманда жылбылдау тұрсын қамалда. Арқада туып ерке өскен қазақтың қара баласы Қайрат Сәбитай ұлы ең тойғандай жақын анаңның шаңырағында туып ең кәсіптің көзін тауып сен байлыққа жол салып ең кредитіңде түрдің кезінде сен алып ең мүмкіндігі шектеулі жандардың сен нары ең намысы өссін деп қазақтың көтерем деп футболды Аршавиндей досыңмен стадионды көтеріп мол қаражат салып ең халқым аман болсын деп қаражатын жеткен соң еліңнен вакцина шығардың. Мақтарал суға кеткенде 1 миллиард теңгені баспас халыққа өз қалтаңнан шығардың. Мынау қайда барады деп билік саған қарады. Өзің еккен гүліңді алдап сулап алады қызын. Саған жаным жақпады пиғылы бұзық құдағың. Болмады басқа амалы төкпелі мынау заманда қолға кісен салады. Сенен нан жеген арамдар тастап кетіп барады. Денсаулықты күт сыр берме, мойыма жаным мойыма. Шындықты айтып шырылдап көңілің сенің алаңды. Екі қолың байланып өзің тұрсын қамаулы. Жалғандық жасап жан-жағын. Жақсылығыңды жасырды. Құласы деп қалмақтың көрген сөзбен қатырды. Жамандық кетсе адамнан. Я вас сейчас перебью. Вчера у внучки был сильные боли в ушах. Я вставила турундулу с мазью. Через 15 минут боль прошла. Да? Настолько эффективный крем, что это намного проще и легче. Болело одно ушко, утром она уже болеть перестала. Перешло на второе, я ту же процедуру сделала на второе ушко. Сегодня никаких проблем с ушами. Только это надо делать систематически. Ну, так как у нас больные ушки, поэтому надо систематически хотя бы 1 раз, 2 раза в день обязательно. И результат превзошел все ожидания. Супер. Қазақты қой мінезді дейді, бірақ мен келіспеймін. Қазақ жылқы мінезді. Біз жылқының етін жейміз, және оның сүтін ішеміз, саумалын, қымызын. Мінекей көріп тұрсыздар, артында мынандай керемет бие тұр. Біз оның сүтін кез келген уақытта таба алмай қаламыз. Оған біздің сіздерге арналған альтернативті осындай супер саумалымыз бар. Бұл құрғақталған саумал өте керемет, өте пайдалы, ешқандай айырмашылығы жоқ. Сіздер мына жақтан таза саумалды сауып ішсеңіздерді, немесе мынандай құрғатылған саумалды ішсеңіздерді кез келген уақытта өздеріңіздің табалдырыңызға алып келетіндей жағдай жасап бере аламыз. Осы супер саумалға тапсырыс беріңіздер. Өте пайдалы және көптеген ауруларға шипа.